Ассаламу алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода үй жағдайында матрас химчистка жасау жолын көрсетемін. Бұл тәсілмен жуғанда балдарды сиіп қойған матрастарын жағымсыз иістерін кетіруге болады. Алдымен пылесостап аламыз. Біз влажный химчистка жасаймыз. Влажный химчистка жасағанда шаңдар қайтадан ішіне кіріп кетпес үшін жақсылап пылесостап аламыз. Мен пылесостап алдым. Бізге 1 литр су, пищевой сода, уксус 9% және ферри керек болады. Барлығын суға салып араластырамыз. Қолымызға перчатка киіп аламыз. Барлық заттарды мөлшерін описанияға жазып қалдырамын. Осылай уксус жағымсыз иістерді кетіреді, пищевой сода бактерияларды өлтіреді, ал ферри дақтарын кетіреді. Неке осылай көбіртіріп аламыз. Матрас жууға мен осылай мочалка губка таңдадым. Бұл губканы астыңғы жұмсақ жағымен жуамыз, үстіңгі жесткий жағымен жуғанда бояуы шығып, ақ матрасты бүлдіреді. Сіздер матрастарыңызда матасына қарап таңдаңыздар. Жұмсақ щетка киімдерге арналған немесе осылай губка таңдасаңыздар болады. Осылай барлық дақтарын губкамен жуып кетіріп аламыз. Осылай барлық дақтарын кетіріп алдым. Таза сумен матрасымызды 3-4 рет суымыз ауыстырып отырып, суымыз тазарғанша сүртіп шығамыз. Достар, осылай суыны ауыстыра отырып сүртіп алдым матрасты. Кебуге қалдырамын. Видео сіздерге пайдалы болса, өз пікірлеріңізді комментарияға жазып қалдырыңыздар. Арнама подписка жасап, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін. Неке достар, осымен үй жағдайында матрасты химчистка жасау жолын көрсеттім. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.